крючокка накид жасадык. Салдык. Міне бері қарай шығарып аламыз да, міне үшеуінен бірден өткіземіз. Тағы да көрсетейін. Міне. Осылай міне. Көріп тұрғандарыңыздай, әр қайсысына бір-бірден тоқып жатырмын. Міне. Мына жерде де бір-бірден тоқимыз, міне, айналдырып. Бұл жерге уже біз о баста прибавка жасап қойдық. Сол себепті міне каждыйына бір-бірден тоқимыз. Міне. Мынаның дәл тұсына дейін тоқимыз, міне. Осы жерге дейін. Айналдырып тоқып шықтым, міне. Екеуі теңдей, міне. Енді тап осылай тағы бір қатар тоқимыз айналдырып. Міне, келесі қатарды бастау үшін біз петля подъема жасаймыз, міне. Осылай. Сосын өзімізге қарай айналдырамыз. Тағы да жаңағы сияқты, міне, накид аламыз. Түбінен бастап үшеуінен бір өткіземіз. Накид кіргіземіз, шығарамыз, үшеуінен өткіземіз. Осылай жаңағы бастаған жерімізге дейін айналдырып тоқып алып келесіздер. Бізді міне қимаймыз. Осылай қазір арасына тоқып кететін боламыз. Мен осылай белгі қалдырып алдым. Міне, сіздер оны қалай білесіздер? Осылай міне бас жағын көріп тұрғандарыңыздай, міне 1, 2, 3, міне. Содан былай қолыңызбен сызып алып барғанда, міне өзі былай белгілі болады. Міне тағы да көрсетейін, міне 1, 2, 3. Осылай қолыңызбен осылай сызғанда, міне. Енді 5 узор түсу керек болады бізге. Арасынан біреу тастап кетеміз. Қазір тоқу арқылы көрсетейін. Осы жіп арасына тоқылып кетеді. Міне қалай бастайтынымызды көрсеттім жаңа. Енді қараңыздар, міне осылай іліп аламыз. Мына жібіміз бізде тартылып қалмау керек. Осылай міне мынаның бойымен екеуі бірдей болу керек. Осылай міне. Енді қараңыз. Осылай іліп аламыз. Енді міне накид жасаймыз. Сосын мына жерде міне бір петляға тоқмай кетеміз. Келесісіне тоқимыз. Осылай ішінен шығарған петлямызды міне барынша осылай тартамыз. Сонда узорымыз әдемі болып шығады. Бірақ мына жеріміз бізде былай созылып кетпеу керек. Кеңейіп кетпеу керек. Әдемі емес болып көрінеді. Міне тағы да міне накид салдық. Бір жерге 2 рет тоқимыз, міне. Мынау біріншін тоқыдық, міне тағы да сол жерге міне. Барынша жоғары қарай былай кеңейтіп шығарамыз. Сосын осы үшеуінен өткіземіз. Тағы да міне бір петля тастап кетеміз. Келесісіне тоқимыз. Накид.
шығарып аламыз да, міне барынша созамыз жоғары қарай. Сосын осы үшеуінен өткіземіз. Тағы да қасына біреу тоқимыз. Осылай. Тап осылай, міне бесеуі түсу керек. Біреу, екеу, міне біреу, үшеу, төртеу, бесеу. Міне бес узор тоқыдық. Міне бір, екі, үш, төрт, бес. Енді қалай біріктіру керек екенін көрсетемін. Міне біреуін тастап кетеміз, міне келесісіне біріктіреміз. Біріктіру деген міне осылай. Сразу мынаның ішіне өткіземіз. Енді бізде бұл тапочка тоқығанда міне мына жақтан бастаймыз, мынаған біріктіреміз. Мына жақтан бастаймыз, мынаған біріктіреміз. Солай жүзеге асады. Міне енді біріктіріп болдық. Мынаны осы жоғары қарай тартамыз. Сол кезде мына жеріміз кеңейеді. Осы кеңейген жерден мына моток жібімізді осылай ішінен шығарып аламыз. Шығарамыз да оны тартамыз. Осылай тартамыз. Енді келесі қатарды тоқу үшін міне жібіміз тағы да арасында қалады осылай. Сосын міне мына жерде мән беретін жағдай, мынау тоқылған болып есептеледі бізде. Одан кейін міне тоқылмаған міне бір, екі, екеуін тастап кетеміз де міне үшіншісіне іліп аламыз жібімізді. Міне осылай іліп аламыз. Сосын мына жер осылай тартылып қалмау керек. Мына жердегі қатармен бірдей болу керек, міне осылай. Көрдіңіздер ме? Мықты үлкен болып кетуге де болмайды. Екеуі бірдей болу керек. Осылай. Енді қараңыз. Бір осылай іліп алдық. Енді накид жасап, манағы тоқыған узорларымыздың арасына тоқитын боламыз. Міне, ең біріншісін міне жанына тоқимыз. Міне. Жанына тоқимыз. Бір жерге екеу, міне. Біреу, екіншісі. Енді міне мына жерге, міне мына жерге, мына көрдіңіздер ме? Узордың арасына тоқып жатырмын. Міне мынаған, мынаған, мына жерге, мына жерге. Енді міне осы жерге тоқимыз. Накид салдық, жіпті бері қарай шығарып алдық. Шығарған кезде міне барынша бос қылып жоғары қарай тартасыздар, міне осындай болу керек. Где-то 1 сантиметрдей. Сосын барып үшеуінен өткізесіздер. Бірақ мына крючоктағы ілмегіміз бізде былай үлкен болып кетпеу керек. Мына саусақпен осылай міне регулировка жасап отырасыздар. Міне былай болып кетпеу керек. Осылай міне крючок тек былай жылжитындай болсын тек қана. Тағы да міне іліп аламыз. Көрдіңіздер ода қайда салып жатқанымды, міне манағы узордың араларына салып жатырмын. Осылай. Осыны бір жақсылап меңгеріп алсаңыздар, бәрі қайталана береді. Накид шығарамыз, жоғары қарай тартамыз, үшеуінен өткіземіз. Осылай жалғастыра бересіздер. Міне мынаған ең соңында міне осыны до конца көрсетейінші.
Енді міне осылай тоқып болдық. Енді міне мына жерде көрінбей тұрады. Сол жерге де тоқимыз міне. Екі рет. Барлық жерде бір жерге екі рет тоқылады. Осылай. Енді тап мына жақтағыдай ортасына екі пустойын тастап кетеміз де, міне тоқылғанды есептемейміз. Міне мынаны екеуін тастаймыз да, міне үшіншісіне біріктіреміз. Мына жібіміз пустой қалмау керек, арасында осылай тоқылып кетеді. Осылай и сразу мынадан өткіземіз. Сосын осы жерді ұмытпаңыздар, үнемі осылай, сосын жоғарыға тартып кеңейтеміз де, ішінен жаңа моток жібімізді шығарып аламыз. Осылай. Осы жері барлық қатарда үнемі қайталанып отырады. Осылай жақсылап тартып тастайсыздар. Енді не көрсететін жағдай. Мына жерде сізде анық көрініп тұр ма? Қараңыздар, міне басталған 1, 2, 3, 4, 5. 5 де. Міне келесі қатарды қараңыз. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6. Көрдіңіздер ме? Барған сайын бір бастан осылай көбейіп бара береді. Осылай, міне. Былай қарай көбейіп бара береді. Бір неге, узорға. Міне. Көрінеді ғой да сіздерге, міне. Каждый узордың қатар басталған кезде, міне ең бірінші былай жанына тоқимыз. Үнемі жанына тоқып отырамыз, қалғандардың барлығын арасына тоқимыз. Как шахмат тәріздес қой. Қазір тағы да көрсетемін. Ескере кететін жағдай, міне қараңыздар. Осылай әкелгенде менікі міне түзу болып тұр, мына жермен екеуі теңесіп тұр. Кейбір кездері тоқып жатқанда мынандай жағдай болады. Бір жағы мынаған қарағанда былай бірінші жаңағы екеуі тең емес, бір жағы былай қарай салбырап тұрады. Бір жағы осылай қалып қалады. Олай болмау керек. Немесе мына жағы бірінші болып, мына жағы артта қалып қалады. Олай болмау керек. Екеуі бірдей болу керек. Оны қайдан білеміз? Былай қарағанда көзге көрінеді. Если сондай болған жағдайда, сіздер мына жерді санайсыздар. Екеуі мына жерде бірдей болу керек. Если екеуі бірдей болмаса, мынандай жасайсыздар. Міне, мына жағы, мысалы үшін, міне, мына жағы бізде көп дейік. Екі жағын теңестіріп осылай санайсыздар. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. 14 қатар болып тұр. Мына жағын қараймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Менің жағдайымда екі жағы да бірдей, бірақ бір жағдайлар болады. Жаңағы бір жағы 15, 3-4 қатарға жаңағы көптеу болады бір жағы. Ондай жағдайда сіздер былай жасайсыздар. Міне. Тоқылғанын есептемейміз, міне. Ортасынан біреу тастап кетеміз де, мына келесінен ілеміз. Екіншісінен. Ал мына жаққа келген кезде екеуін тастап, үшіншісінен ілесіздер. Сол кезде екеуі жаймен теңеседі. Түсіндіңіздер ғой, да? Қазіргі менің жағдайымда, міне екі жағынан, міне мына жақтан екеуі тастадым ба, мына жақта да екеуі тастаймын. Өйткені менікі екі жағы да бірдей. Сосын мына бірінші сыңарда менде 10 қатары болды. Міне 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 қатары болды. Екінші тапочкаңызда сондай тап солай 10 қатар болып шығу керек. Міне тағы бір рет көрсетейін. Осылай іліп алдық, міне. Іліп алдық. Осылай міне
Мына жерде міне мынаумен теңдей болып тұру керек, міне осылай. Үлкен болмау керек, немесе тартылып қалмау керек. Осылай іліп аламыз. Накид алып, міне осылай барынша былай қарай созамыз. Осы үшеуінен сосын өткіземіз. Тағы да сол жерге міне 2 рет. Осылай. Міне енді узордың арасына тоқимыз, міне. Осылай. Осылай 10 қатар тоқып болдым. Менің жағдайымда 10 қатар шықты, міне. Енді мына соңғы қатарда біз просто так тоқып шығамыз. Без накида тоқып шығамыз. Міне. Осылай шетінен аламыз. Жібімізді осылай іліп аламыз. Осылай міне бірдей болу керек. Іліп алдық. Без накида деген міне саламыз. Міне шығардық. Екеуінен өткіземіз. Мына жібіміз міндетті түрде арасында қалу керек, міне. Осылай міне. Шетіндегі петляларға каждыйына біреуден тоқып шығамыз. Осылай. Салдық, екеу пайда болды. Осы екеуінен осылай өткіземіз. Осыны міне мына жерге дейін тоқимыз. Міне тоқып бітірдім. Соңғы жағын міне жаңағы оны ары бері өткізіп, жаңағы кончигін жіптің қиямыз ғой, сол қиып ары бері өткіземіз де жаңағы байлап тастаймыз, көрсетпей. Енді мынандай гүлдер, міне 2 гүл дайындап қойдым. Мен осылай қойдым гүлдерді. Сіздер басқаша етіп қойсаңыздар да болады. Былай жанына қойсаңыздар болады, 3 гүл етіп. Немесе 2 гүл, сосын ортасына жаңағыдай бузый қадап, немесе 1 гүл үлкендеу 1 гүл тоқып жіберсеңіздер болады. Ол енді өз фантазияларыңызға қарай. Дайын гүлдер қойыңызға да болады. Енді қазір сіздерге гүл тоқуды көрсетемін. Гүл тоқимыз. Осылай міне қолымызға, міне 3 саусағымызға осылай айналдырамыз. Сосын мына жерден міне осылай ұстаймыз. Мына осылай салбырап тұрады. Енді қараңыздар, міне кольцоның ішіне кіргізіп, жіпті бері қарай осылай іліп аламыз. Іліп алып, осылай ұстаймыз да, крючокты өткіземіз. Крючоктан жіпті өткіземіз, міне. 1, 2, 3. Енді накид жасаймыз. Міне, шығарып аламыз бері қарай. Осылай 3 пайда болды. Енді 3-інен, мына 2-інен 1 өткіземіз. Сосын мына 2-інен 1 өткіземіз. Тап солай міне накид. 2-інен өткіземіз. Тағы 2-інен өткіземіз. Енді бір жапырақты аяқтаймыз, міне. 1, 2, 3 жасаймыз да, түбіне әкелеміз осылай. Түбіне әкеліп, осылай біріктіреміз, міне. Бірінші жапырағымыз аяқталды. Келесі жапырақты бастаймыз. 1, 2, 3. Накид. 2-інен 1 өткіземіз. 2-інен 1 өткіземіз.
накид, екеуінен, тағы да екеуінен. Міне көріп тұрғандарыңыздай, міне мынау воздушный петлялар, мынау столбик с накидом, міне екеу жасаймыз. Сосын 1, 2, 3 дейміз да, екінші жапырақты міне аяқтаймыз. Түбіне келіп біріктіріп тастаймыз. Міне біріктіру деген міне осылай. Тап осылай міне 5 жапырақ тоқисыздар. Қазір менде міне екеу болды, енді 3 жапырақ тоқимын. 5 жапырақ тоқыдым. Міне 1, 2, 3, 4, 5. Енді манағы қалған мынандай кішкентай жібімізді тартамыз. Сол кезде мынау жиналып гүлге айналады. Міне сосын тоқып болғасын осылай тартып гүліңізді тегістеп тұрсап жібересіздер. Мынаны біз қиямыз. Қиып осылай жоғары қарай тартып шығарып тастаймыз. Міне осылай. Сосын былай мынаның ортасынан ары қарай өткізіп байлап тастаймыз, сөгіліп кетпеу үшін. Гүліміз дайын. Тапочкамызға жаңағыдай тігіп, үстіне босыйын моншағын тігіп, әдемілеп, клеймен жастырмай қойыңыз, желательно. Тіккеніңіз дұрыс. Осылай тігесіздер. Осымен бітті. Міне осылай әдемілеп тігесіздер, аккуратны қылып. Сіздерге пайдалы болды деген ойдамын. Менімен бірге бір тоқсаңыздар, осындай әдемі тапочка тоқып үйренесіздер. Жақындарыңызға немесе заказға тоқуыңызға болады. Тегін сабақтар салып отыратын боламын. Үнемі мені қарап жүрсеңіздер, осы YouTube каналыма тіркеліп алыңыздар. Instagram парақшама да тіркеліп алыңыздар. Пайдалы ақпараттармен, пайдалы жаңағы узорлармен бөлісіп отыратын боламын. Жақсы, сау болыңыздар.